Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында донер жасаудың рецептісімен бөлісемін. Өте оңай жасалады және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауықтың төс етін маринадтап аламыз. Осылай тұзын саламыз дәміне қарай. Сосын қалауынша қара бұрыш, қызыл бұрыш қоссаңыздар да болады. Паприка бар болса, паприка қоссаңыздар да болады. Қосымша ұнайтын дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар да болады. Мен хмели сунели қостым. Енді қолымызбен айналдырып осылай тимеген жеріне тигізіп, жағып шығамыз. Маринадтап алдық. Енді духовкада пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Немесе табада пісірсеңіздер де болады. Етіміз піскенше қалған көкөністерді дайындап аламыз. Менде 2 қияр кетті. Осылай видеодағыдай соломка етіп турап аламыз. Сосын қызанағымыз турап аламыз. Пиязымызды видеодағыдай турап аламыз. Пияз қалауынша қоспасаңыздар да болады. Отқа майымызды қойып, дайын картоп фриларын пісіріп аламыз. Осылай барлығын салып, міндетті түрде асты жабыспас үшін араластырып тұрамыз. 10 минуттай пісіріп аламыз. Фриіміз піскен соң бірден осылай сорғытып аламыз да құрғақ таза ыдысымызға саламыз. Піскен фриімізге осылай ыстықтай тұзымыз салып араластырамыз. Фриіміздің барлығын осылай пісіріп алдық. Мен қосымша осындай салат жапырақтарын қосамын. Лаваш менде тандырдікі осындай 4 бұрышты. Дөңгелегі кішкене ыңғайсыздау. 4 бұрыштысы орағанға ыңғайлы. Піскен тауығымызды видеодағыдай турап аламыз. Соусына бізге майонез және кетчуп қажет болады. Кетчуп менде чили, кішкене ашылау. Донерімізді бастаймыз. Осылай лавашымызды қойып аламыз. Сосын майонез бен кетчупымызды жағып шығамыз. Видеодағыдай рет-ретімен заттарымыздың бәрін осылай қойып шығамыз. Видеодағыдай орап, духовкамыздың теміріне қоямыз. Екіншісін дайындаймыз. Екеуін бірден духовкаға салып, шамамен 10 минуттай ұстаймыз. Мен бірінші донерді пиязсыз, екіншісін пиязбен дайындадым. Духовкада 10 минуттай ұстаймыз. Немесе табаға екі жағынан қақтасаңыздар да болады. 10
минут өткен соң міне донеріміз дайын болды. Ыстықтай осылай түсіріп аламыз. Осымен өте дәмді донеріміз дайын болды. Дәмі сыртта сатылатын донерден еш айырмашылығы жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, келесі видеода кездескенше.